Химия сөзін естіген кезде көп адамның есіне бірінші болып периодтық кесте түседі. Ал периодтық кестені Менделеевтің жасағанын барлығымыз білеміз. Ал осы периодтық кестеде біз білуге тиісті көптеген ақпараттар бар. Элементтердің периодтық кестесінде 7 период бар. Период екіге бөлінеді. Үлкен және кіші периодтар. Бірінші, екінші, үшінші периодтар кіші период, төртінші, бесінші, алтыншы период үлкен периодтар деп аталады. Бірінші периодта 2 элемент, екінші және үшінші периодта 8 элемент, төртінші және бесінші периодта 18 элемент, алтыншы периодта 32 элемент болса, жетінші период әлі аяқталмаған. Периодтық кесте 8 топқа бөлінеді. Әр топ негізгі және қосымша топшалардан тұрады. Олардың таңбалары бірінің астына бірі орналасқан. Негізгі топшаларға кіші периодтың да, үлкен периодтың да элементтері кіреді. Бірінші топтың негізгі топшасына сутек және сілтілік металдар литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций жатады. Бір топта орналасқан элементтердің химиялық қасиеттері ұқсас болып келеді. Бірінші топтың қосымша топша элементтері мыс, күміс, алтын. Бұларды мыс топшасы деп те атаймыз. Сегізінші топтың негізгі топшасында инертті газдар орналасқан. Олар гелий, неон, аргон, криптон, ксенон, радон. Сегізінші топтың қосымша топша элементтері басқа топтарға ұқсамайды. Олар бір қатарда бірнешеуден орналасады. Мысалға, бірінші қатарда темір, кобальт, никельді көруге болады. Егер периодтық кестені дәл осы суреттегідей етіп бөлетін болсақ, сызық кестені екіге бөледі. Оның оң жоғарғы жағында бейметалдар, ал сол жақ төменгі бөлігінде металдар орналасқанын көре аламыз. Жақсылап есте сақтаңыз. Период бойынша элементтердің металдық қасиеттері кемейді. Яғни солдан оңға қарай элементтердің металдық қасиеті кеміп, олардың бейметалдық қасиеті артады. Ал топ бойынша металдық қасиеттері артады және бейметалдық қасиеттері кемейді. Яғни жоғарыдан төменге қарай олардың металдық қасиеттері артады, ал бейметалдық қасиеттері кемейді екен.